Қажымұқан қылшылдап тұрған жас кезінде шетелдік сапарларының бірінен елге оралады. Дүние жүзінде қарсы келер палуан табылмай, атаға дүркіреп тұрған шағы. Халық Қажымұқан келді деп бір көріп қалуды ойлап, қаумалап маңайынан шықпайтын көрінеді. Қоянды жәрмеңкесінде жүрген сондай қызық күндердің бірінде бір қиқар шал Қажымұқанның алдын кес-кестеп, тілімен шағып алыпты. Қымызға қызып лепіріп келе жатқан балуан жастықтың буымен әлгі шалды өңірінен қаусырып ұстап, «Әй, шал!» деп киіз үйдің үстінен лақтырып жіберіпті. Шал киіз үйден домалап түсіп, «Мен бұған көрсетейін!» деп Иман Жүсіпке арыз айтып барыпты. Иман Жүсіп жас жігіттің өзінен үлкен адамның жағасына қол тигізгенін естіп қатты ашуланыпты. Халықтың ортасында кетіп бара жатқан Қажымұқанды көріп, «Әй, ит! Үлкен адамға неге қол тигізесің?» деп балуанды ту сыртынан қамшымен оқыс тартып жіберіпті. Иман Жүсіп те бойы 2 метр, өте алып күш иесі, өгіздің 4 қабат терісін бір тартқанда қақ бөлетін қамшыгер адам болған. Күтпеген жерден осып өткен ащы қамшының екпінінен палуан жерге етпетінен түсіпті. Кейін қартайған шағында Қажымұқаннан, «Сонда Иман Жүсіп сізді қатты ұрды ма?» деп сұраса, «Жоға, қатты ұрса өліп қалар едім, ағам болғасын аяды ғой» деп күліпті. Міне, кішіпейілділік. Ол ешқашан туған халқынан биік болмапты. Жарты әлемді араласа да қазақтың салт дәстүріне мойын сұныпты. Өз ағаттығын түсініп, жас үлкенді аға деп сыйлаған екен.